Бүгін мен сүйікті араб брендімді айтып кетемін. Гисса. Кім бұл брендті біледі? Комментарийге жазыңдар, қай аромат ұнады. Бұл 2019 жылғы парфюмериялық бренд нишаға жақын. Гисса сөзі оқиға деген мағынаны білдіреді. Бұл жай ғана атау емес, әр олардың жасаған парфюмдары эмоция, естелік, сезім, философия. Бұлар дәл маған ұнайтын парфюмдарды жасайды. Тері, от және бір ерекше тәтті иіс болады, оны ешқандай басқа парфюмдардан сезген жоқпын. Яғни Гиссаның иістері бұл ауыр, ескі араб әтірлер емес. Болмаса жаңағы арзан клон да емес. Бұл қымбат, өзіндік бір ерекше парфюмдар. Олардың басты ерекшеліктері ол стойкость пен шлейф. Яғни сіздер өтіп кеткен кезде сіздердің артыңыздағы иіс біраз уақытта қалады. Бұл брендпен қалай таныстым? Жұмыста тұрмын, клиент өтіп кетеді. Оның артынан әдемі шлейф қалып қояды. Келесі рет келген кезінде мен атын сұрап алған, бұл қандай аромат деп, сол кезде Гисса Лалуна деп жауап берді. Тәтті, ладан түтіннің иісі бар және кожамен аралас әдемі иіс. Содан бері мен біраз ароматтарын байқап көрдім. Қазақстандық ағайындар байқап көрсін белге заказ берген болған. Сіздерде қандай оқиға осы брендпен байланыс болды және де қандай аромат ұнады, комментарийге жазып кетіңіздер. Мен оны әбден қызығып оқимын.